Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын сарымсақ пен сирдан жасалатын керемет нанмен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, шекерімізді, дрожжымызды салып жақсылап араластырамыз. Ал енді жұмыртқамызды және тұзымызды салып, тағы жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды кішкенеден салып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Кішкене бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Үстін жауып 1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп шыққанға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майға сарымсақ, тұз және аскөкті салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырып дайындап аламыз. Ал 1 сағатта өтті. Енді қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шықты. Пергамент қағаздың үстіне салып, дәл осылай қолымызбен түп-домалақ форма беріп шығамыз. Үлкендігі 24 диаметр болу қажет. Пышақтың көмегімен ромбик етіп барлық жерін кесіп аламыз. Соңына дейін кеспейміз, бетін сәл ғана кесеміз. Достар, менің каналымда әртүрлі торттар, тағамдар, десерт, салаттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы оригинал, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан сенімді рецептер. Ал енді сиырларымызды дәл осылай бөліктерге бөліп, кесіп шыққан жерлерімізге жайғастырып аламыз. Керекті ингредиенттердің грамдарын описанияға жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Өте қарапайым және тез дайындалады, дәмдері өте ерекше болып шығады. Сиырларымызды жайғастырып алдық. Енді жаңағы дайындап алған сарымсақты соусымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Және қызып тұрған 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Ал біздің сарымсақ қосылған, сиыр қосылған нанымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте аппетитный, иістері де барлық жерді тұтып кететіндей өте керемет нан болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Және менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар. Іштері дәл осындай болып пісіп шығады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау, сәлеметте болыңыздар.